Шопа ханым, жаңа мысалы бізге Өзбекстаннан барып тексеріп келген Дина ханым келді, онкологияға подозрение деп, бірақ өзі білмейді, жандағы әпкесі біліп отыр, күйеуі біліп отыр. Сонда ол кісілердің түрлері 7 түрлі болып кеткен. Енді ешқандай пока показания жоқ, основания жоқ, что ол онкология, бірақ адамдарды шошытып жіберген да. Сол дұрыс па? Негізі дәрігерлердің, қазір бұрынғы дәрігерлер мен қазіргі дәрігерлердің жаңағы поведениясында, жұмысында бір өзгешелік бар да, совсем бір емес, үлкен жер мен көкте өзгешелік бар да. Өйткені бұрын дәрігерлер жаңағы ақырындап жақсылап жеткізетін болса, қазір бетке бұл жеткізе салады. Даже не подозревая, даже сол основания жоқ. Основания болмаса да, айта салады сен онкология деп. Ол адамның психологиясына әсер етеді. Тем более қазіргі кезде адамдардың иммунитеті слабый. Иммунитет слабый болғанда ана сонда қорқыныш керісінше сол ауруды әкеледі. Сол туралы ойлай береді, сол ауруға әкеледі. Вообще дәрігерлердің менен барлығына топырақ шашқым келмейді, бірақ кейбір дәрігерлер өзінің жаңағы клятва Гиппократ дейді, соны пайдаланбайды. Потому что соны айтқанын ұмытып кетеді ма деймін. Өйткені осы жерде айтады ғой, ең бірінші клятва не навредить человеку деп. Вот смотрите, даже если ол сонда ауру болса да, оған навредить етпей жеткізу керек та. А керісінше кейбір дәрігерлер, енді мен айтпаймын бәрі деп, сол дәрігерлер сөйтіп айтқан кезде жаңағы пациент еще больше ауру болады да, и уже асқынып түкке жарамаған кезде ғана барып жаңағы жүгінетін болады. Жалпы адамдар бар ғой, мына өзінің денсаулығың бар ғой, ауырмай тұрған кезде ойлау керек қой. Ауырмаған кезде соның ойлайтын болса, сол кезде жемісті болады. Сол жемісті болады. Ал қазір біз мына Қызылордада отырмыз, өте ашық адамдар қазір уже көріп жатыр да, мынандай нәрсеге көзім жетіп жатыр деп. Өйткені бізде өте көп мысалдар. Оның бәрін неден айта бермейсің, кейбір рұқсат бермейді. А соны өзі көрген кезде, сол адам көрген кезде өздері жүгіріп келеді. Мынаны естен сақтаңыздар. Денсаулық сіздікі. Сондықтан өзіңіз сақтауыңыз керек денсаулығыңызды. Көп рахмет, Шопа ханым. Бірақ бізден кеткеннен кейін бір көздерінде бір үміт пайда болды. От болып кетті. Жаңағы кісі бар ғой, қандай Алматыға барғанда кездесеміз деп, прям бар ғой, ана көзінде от пайда болды. Бүйтіп андай бұрын өлейіп отырғанды айтушы еді ғой, өлген қойдың көзі сияқты деп. Сондай сияқты бүйтіп келген болатын. Енді кетіп бара жатқан бірақ үміті жанды да, үміт жанып кетті. Вот сондықтан бір-бірімізге сол көмектесуіміз керек, барымызбен бөлісуіміз керек.